Армысың, тек ұлттың тек тұрпағы. Бүгінгі сөз етпек тақырыбымыз қазақ шежіресін ұмыта ала ма деп аталады. Тақырыпқа себеп болған зиялылар қол қойып, көгілдір экранынан айтылып, халық пен өкіметті хабардар еткен ашық хат. Хаттың төркіні қазақ қоғамынан рушылдықты жоймасақ, бірлігіміз қағайырылып, ұлт тұтастығы бүлінейін деп тұр деген ойға саяды. Не істеу керек? Жауап біреу. Қазаққа шежірені ғылыми тұрғыдан нақтылап түсіндіруіміз керек. Сонда ғана барып, қазақ дүниетанымында шежіренің заңдары былай тұжырымдалады. Шежіре қазақтың жаратылу тарихын нақтылайтын ұлы ілім. Шежіре қазақтың өз ұрпағынан қайта туын зерделейтін жүйе. Шежіре қазақ тұтастығының алтын кілті. Шежіре қазақтың бөгде ұлтпен қан араласпас үшін салған қамалы. Шежіре қазақты кез келген қиындықтан құтқаратын қайтпас қаранар. Шежіре қазақтың тұқымын көбейтіп, санын арттыратын алтын бесігі. Шежіре қазақтың мемлекет құрылымының ақ ордасы. Шежіре қазақты генетика заң арқылы тұтастыратын арқау. Шежіре қазақтың көне ұлт екенін ғылыми дәлелдейтін тұғыр. Шежіре ұлт тұтастығының төбе биі. Шежіресіз қазақ ұлты тұл. Міне, осы түсініктер шежіренің заңы. Кезегі келіп тұрғандықтан, шежіре заң деп аталатын өлеңімді оқиын. Тәңір заңы жүзбен елге, ру мен жұртқа теңеген. Бар қазақты біріктіріп, тұтастыққа телеген. Ұлы болып, ұлан туса тазағанды келіннен, шежіреде асыл кіндік кесіліп, тал бесікке бөлінген. Үш жүзімнің көк байраға желбірегенде төрімнен, қара жындай түнеріп жау көрінгенде жерімнен, әруақ қозып, дабыл соғып, үн шығарып бүрідей ұрандатқан қазағым шежіре заңға жүгінген. Қара қазақ ұлан туып, тек тұрпақпен тауасқан. Тектіден туған тек тұрпақ жауға сілтеп алдаспан, ұлтын қорғап, жерін сақтап, батыр туып, обастан ата жауды тұқыртып, маңдайына шоқ басқан. Перзент туған тұлпар мініп, асулардан санасар. Ұлан туған мақсат құрып, ұлт мүддесін таппасар. Дана туған арман қуып, нақс сеніммен ел бастар. Асылдары асыл туып, мемлекет құрған мың жасар. Талабы ғажап, заңдары терең, шежірелі бесіктің. Тектіні туар заңдарын қазағым ғана сезіпті. Жүзін санап, руын теріп, аталарын алтын жіпке тізіпті. Тақылы тақыр, тегін білмес, жат жатырдан сезікті, селдіремесін деп шежіре алтығыр асып безіпті. Тылсым жайын ерті ұғынып, өмірменен өлімнен, туарын біліп ұрпақтан шежіре жазған төзіммен. Өмірде де, тірлікте де өзгелерден еректігін сезінген, қазақ мықты өлімнің өзін ұйқыға теңеп көзілген. Заңын білдік, шежіресі қазақтың үйге қайта оралды. Қанды тербеп, түп тамырдан ерен қайып құшалды. Атан қазақ осы заңнан талай ғасыр құталды. Дат салайын шежіреден сөз айтпаққа баталы. Ұлы жүзге қазағыңның қамын ойлат, алға қой. Орда жүзді шешімі қиын, шешілмеген дауға қой. Күші жүзді туған жерге көзін тіккен жауға қой. Тұтастырған қазағымды шежіре заң осылай. Аманат деп ұрпағына бабаң айтқан асыл ой. Ұмытпадым, ұмытпағын, ұмытпасқа серт берде, асыл ойдан тұмар жасап, төрлерің іліп қой. Сөз соңында айтарым, терең ойлап, сезген тек, бұйда сөзді шұбыртып, малталы ойды езбелеп, ұқпастар жүр, шежірені жамандаумен безбелеп. Шамасы біз жаман ұрпақ тусақ керек безгелдек, шежірені көгеніне көгендеп, түбіне жетпек өзектеп. Тектіліктен не пайда, қасиетті шежіреге сенбесек. Езбелер жүр, шірік ойды шірітіп, шежірені шірітпек. Асқындап барады ауру, дерттеніп барады кеселі, шірік ойды ақтық қорап, қара жерге көмбесек. Осымен хабарымыз аяқталды. Аман саулықта кездесейік, шежірелі қазағым. Бәрі қазақ үшін, бәрі қазақтың қамы.